Қалампырды гректер құдіретті гүл дейді. Қалампыр әсем гүл дейді. Бүгінде кез келген ас үйде табылатын хош иісті қалампыр дәмдеуші туралы білмейтін жан аз келеді. Оның құрамы, адам ағзасына тигізетін пайдалы тұстары мен зиян келетін жағдайы жайында бүгінгі видеода толығымен айтып беретін боламыз. Сондықтан бұл видеороликті соңына дейін көріңіздер. Қалампыр бүршіктері витаминдер мен биоактивті заттардың көп мөлшерімен мақтана алады. Олар А, Е, С, К, Б тобының дәрумендері, сондай-ақ минералдардың қатарында магний, калий, натрий, мырыш, мыс, темір және эфир майлары кездеседі. Дегенмен, мамандар мына тұсқа назар аударуды сұрайды. Тамаққа 2-5 гүлден артық пайдаланбағандықтан қалампырды дәрумендер мен минералдардың жалғыз көзі деп санамауымыз қажет. Құрметті көрермен, осы айдың соңына дейін 5000 оқырман жинауды мақсат қылдым. Сіздің кішкене ғана әрекетіңіз менің үлкен армандарымды орындар еді. Тіркеліп, лайк басып, қолдау беруіңізді сұраймын. Қалампырдың пайдасы. Дәмдеуіштер дененің барлық жүйелеріне оң әсерін етеді. Оның бактерицидтік қасиеттер бар. Саңырауқұлақтар мен вирустармен күреседі. Токсиндерді кетіреді. Жүйке жүйесінің жұмысын қалыпқа келтіреді. Ол айқын анальгетикалық және спазмолитикалық әсерге ие. Қалампырдағы С дәрумені иммунитетті арттыруға және қан тамырлары мен шеміршек қабырғаларын нығайтуға көмектеседі. К витамині гемопоз қызметін, сондай-ақ бауырдың, өт қабының және бүйректің жұмысын жақсартады. В6 дәрумені есте сақтауды жақсартады және қандағы глюкоза деңгейін бақылайды. Бұл әсіресе қан диабетінде маңызды рөл ойнайды. Қалампырдың әйелдерге пайдасы. Қалампыр ерте заманнан бері гинекологиялық ауруларды емдеуге қолданылған. Дәмдеуіш етек циклін қалпына келтіреді, менопауза белгілерін жояды, предменструальдық синдромды жеңілдетеді. Сонымен қатар, қалампыр эмоционалдық саланы тамаша үйлестіреді. Бірақ жүкті әйелдер дәмдеуіштерден бас тартуға мәжбүр болады. Дәмдеуіш жатырдың тонусын ынталандырады және төтенше жағдайларда түсік түсіруге немесе мерзімінен бұрын босануға әкелуі мүмкін. Қалампырдың ерлерге пайдасы. Адамзаттың күшті жартысы үшінде дәмдеуіштер де пайдалы болады. Ол табиғи афродизиактарға жатады. Потенциалды жақсартады және простатиттің алдын алудың тамаша құралы болып табылады. Қалампыр бұлшықет кернеуін жеңілдетеді де қан қысымын тұрақтандырады. Сондықтан оның денеге әсері физикалық күш салудан кейін әсіресе пайдалы болады. Балаларға қалампырдың пайдасы. Гастроэнтеролог Анна Завьялова ескертеді. 3 жасқа дейінгі балалар, әсіресе қатаң 2 жасқа дейін қалампырға қарсы. Дәмдеуіш аллергиялық тудыруы мүмкін. Бірақ егде жастағы балалар үшін дәмдеуіш оның иммуномодуляциялық қасиеттері мен антипаразиттік әсері үшін пайдалы болады. Қалампырдың зияны. Қалампыр қан қысымын жоғарылатуы мүмкін. Сондықтан гипертониясы бар және жүрек тамыр жүйесінде ауру бұзылулары бар адамдар бұл дәмдеуіштен бас тартқаны жөн. Менструация кезінде дәмдеуіштер де қажет емес. Өйткені оның құрамындағы белсенді заттар қанды жұқартады. Бұл қан кетудің жоғарылауына әкелуі мүмкін. Ас қорыту проблемалары бар адамдар бұл дәмдеуішті сақтықпен қолдануы керек. Дәрігердің айтуынша қалампыр тәбетті ашады, өйткені оның құрамында эфир майлары көп. Егер адамның асқазанының қышқылдығы төмен болса, қалампыр көрсетіледі. Керісінше, егер қышқылдық жоғары болса, онда дәмдеуіштерді теріс пайдаланбау керек. Сондай-ақ қалампыр майы денедегі жарақат пен іріңді бөртпенің ізін қалдырмай жазады. Майды дайындау үшін 100 мл зәйтүн майы мен 10 грамм дәмдеуішті араластырамыз. Оны орташа отқа қойып қайнауға дейін жеткізіңіз. Дайын болған майды сүзіп алып, шыны ыдысқа құйыңыз.
Емдік майды мейлінше тозаңасқышта сақтағаныңыз жөн. Буын ауруларын да қалампыр майымен емдеген тиімді. Алдымен майды қыздырып аласыз, сосын ауырған орынға сіңдіріп жағыңыз. Сыртынан жыла орап 5-10 минуттай тынығып қою керек. Ал сыздауық шығып, жаныңызға батса, онда теріңізді қалампыр тұнбасымен сүртіңіз. Қант диабетімен ауыратындарға қалампыр тұнбасын ішуге кеңес береміз. Бұл да өз кезегінде дертіңізге дауа болып, саулығыңызды сақтауға көмектеседі. Қалампыр антисептикалық және ауруды тездетпейтін қасиеттері арқылы салқын тию мен тұмау кезінде тез сауығуға көмектеседі. Қалампырды қалай таңдауға және сақтауға болады? Жақсы қалампыр қызыл қоңыр түспен ерекшеленеді. Оның бүршігі аздап майлы болуы мүмкін. Егер бүршік құрғақ, мыжылған және сынғыш болса, онда дәмдеуіш ұзақ уақыт сақталады. Бұл оны денсаулыққа зиян тигізеді деген білдірмейді. Тек мұндай дәмдеуіштің айқын дәмі мен хош иісі болмайды. Ол шын мәнінде бағаланады. Қалампырдың сапасы оның құрамындағы эфир майының болуымен анықталады. Ол жапырақтардың түбінде шоғырланған. Дәмдеуіштердің жеуге болатынын тексерудің сенімді жолы бар. Оны бір стакан суға батырыңыз. Егер қалампыр көлденең күйде қалқып кетсе, оны енді сатып алудың қажеті жоқ. Ал егер ол тік болса, қақпағы жоғары болса, онда әлі де жеткілікті майы бар. Дәмдеуіштердің сапасын анықтаудың тағы бір жолы екі парақтың ортасында бүршікті ұстау. Майлы дақ өнімнің балғындығын көрсетеді. Қалампырды ұнтақ түрінде емес, тұтастай алғанды сатып алу жақсы. Ұнтақталған қалампыр тезірек бұзылады және ащы дәмін бастайды. Дәмдеуіштердің жарамдылық мерзімі тұтастай алғанда 1 жыл, ал сақталған түрінде 6 ай. Қалампыр иістерді жақсы сіңіреді және оның хош иісін басқа өнімдерге береді. Сондықтан дәмдеуіштерді оқшауланған, қараңғы және құрғақ жерде тығыз жабылған ыдыста сақтауға ұсынылады. Ал құрметті көрермен, біздің видео бүгін соңына жетті. Егер ақпарат пайдалы болса, тіркеліп алыңыз. Құрметті көрермен, сіздерден өтініп сұраймын. Айдың соңына дейін 5000 оқырман жинауды мақсат қылдым. Сіздің әрбір басқан лайкыңыз бен тіркелгеніңіз маған үлкен шабыт сыйлар еді және мақсатыма жетуіме үлкен қадам болар еді. Алдын ала рахмет. Біздің Дауа арнадан басқа да пайдалы видеоларды көріп шығыңыздар.